Қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай керемет, езілмейтін, жыртылмайтын, өте дәмді, сочный мады жасайтын боламыз. Ең алдымен ыдысымызға бір жұмыртқамызды, тұзымызды және де 200 грамм суымызды, салқын суымызды құйып, жақсылап тұзымыз ергенше араластыратын боламыз. Мен бұл жерде 500 грамм қостым. Онына байланысты қосасыздар. 500 немесе 550 грамм. Жақсылап араластырамыз да үстіне ұнымызды салатын боламыз. Міндетті түрде електен өткізіп. Бұл жерде біздің қамырымыз кішкене қаттылау болады. Ең бастысы қамырды үйін қандыру керек. Жақсылап елеп. Менде осылай қаттылау болып тұрады. Осылай қамырмен жұмыс істеп, жақсылап үйін қандыратын боламыз. 15 минутқа қоямыз. Одан кейін тағы да елеп жібереміз. Үйі қану үшін екі осылай болады. Екіге бөліп салфанымызға салып қоятын боламыз. Қамырымыз тынығып тұрам дегенше салмамызды дайындайтын боламыз. Қыздар екен. Бұл жерде мен асқабақ қостым. Асқабақ пен фарш жылқы етінен. Кішкене тоңазытқыштан алған соң мұз болып тұр. Осылай бөліп алдым. Фарш, асқабақ, пияз, дәміне қарай тұз, бұрышын салып, жақсылап араластырып қоямыз. Және де сұйық май құюды ұмытпаңыздар, қыздар. Сол кезде мадымыз сочный, өте керемет болып шығады. Енді қамырымызды жақсылап жайып, шұқаймыз, қалымыз орташа деңгейде. Және де мен алтыны бүгінде қарапайым түрінде